Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгінгі айтылатын тақырып ертегі жөнінде болмақ. Психологияда осындай бір направление бар, сказка терапия деп аталады. Яғни адам қандайда өзінің қазіргі жеке тұлға болғандағы ересек кезінде табыстылығы, кәсібилігі, қызығушылықтары, өмірдегі жетістіктері ертегі арқылы қалай арттыруға болады, сол жөнінде осы бағыт. Яғни мысалы сіз балалық шағыңызда қандай ертегілерді оқып өстіңіздер? Мысалы біздің қазіргі өміріміз бар ғой, өмірімізде біз өміріміздің бір бағыттарына көңіліміз толып жатады, бір бағыттарына толмай жатады. Мысалы финанс жағынан көңіліміз толмауы мүмкін, немесе отбасы жағынан көңіліміз толып жатпауы мүмкін. Ол енді осы сказка терапия бағытымен айтатын болсам, ол деген мысалы мынандай ертегілер бар. Алдар Көсе, Қожа Насыр, сол қаһармандарға қызығып, сол қаһармандар сияқты адамдарды айламен, қулықпен алдап, байлыққа кенеліп жатады, табысқа кенеліп жатады. Яғни ол шынайы өмірде негізінде сол қаһарман сізге өзінің әсерін тигізеді. Ол қалай? Ол мысалы сізде Алдар Көсе, Қожа Насыр сияқты адамдарды алдап, қулық жасап, олардың адал нанын тартып алып жататын болсаңыз, ол сізде Алдар Көсе сияқты мысалы табысқа жете алмайсыз. Сондықтан сол қаһарманды қалай өзіңізге қаһарман сияқты болмас үшін шынайы сіздің өміріңізде, яғни ертегіні өзіңізге қарай бағыттап қайта жазып шығу керек. Алдар Көсе сияқты қулық арқылы, айла арқылы, адамдарды алдау арқылы адам ешқандай да табысқа жете бермейді. Ештеңе істемей, бір алтын құмыра тауып алды, немесе бір өзі жайылатын дастархан тауып алды, дастарханды жай жіберсе, үстіне тамақтар өздігімен жайыла салады. Мен ештеңе істемей, қолымның ұшын тигізбей, бірақ маған табыс өздігінен келе берсе дегенде, ол да ертегі қаһармандарына деген қызығушылық, бұндай ертегілердің қаһармандарына қызығушылық тоже ешқандай табысқа алып келе бермейді. Ештеңе мен істемесем, үйде құр отырсам, бірақ маған өздігінен ақша табылып келсе, табыс табылып келсе, немесе өздігінен бір ағайын туыс деп айтамыз ба, наследство тастап кетсе дегендей да, ол да негізінде дұрыс емес. Тағы бір ертегі қаһармандары бар, мысалы еңбекпен, қалайда еңбектену арқылы, жерді қазу арқылы, ағаш егу арқылы қалайда байлыққа кенеліп жатады, табысқа кенеліп жатады. Нағыз қызығушылық осындай қаһармандарға болу керек. Сондықтан құрметті оқырмандар, өздеріңізге талдау жасап қарасаңыздар, қандай ертегі қаһармандарына қызығасыздар. Мысалы, тағы бір қаһармандарды айтып өткім келеді. Батыр болды, соғысты, жауларды жеңді, үйінде босқа отырған жоқ, қалайда ерін қорғап қалу үшін, жерін, отбасын қорғап қалу үшін ол өзі соғысқа барды, соғысты, батыр болды, аттың үстінде аттың жалынын желбіретіп алға қарай күресті. Нағыз қызығатын қаһармандар осы. Сондықтан құрметті оқырмандар, егер сіз ертегілердің бәрі жақсы, жаман ертек болмайды, дегенмен ішіндегі кейіпкерлер, қаһармандар деп айтып жатырмын ғой, кейіпкерлердің сіз қызыққан кейіпкерлердің әрекеттері, мінез ерекшеліктері сіздің бойыңызда бар. Сол кейіпкер сияқты болғыңыз келіп, қазіргі таңда өзіңізді таба алмай жүрсеңіздер, ертегідегі өзіңіздің сүйікті кейіпкеріңізді
алып сол ертегіні өзіңізше, өзіңізге ұнайтынша қазіргі әлемдегі болып жатқан өзгерістер, сіздің өміріңіздегі болып жатқан, сіздің өміріңіздегі жағдайды жөндеу үшін, оны дұрыс бағытқа бағыттау үшін өзіңіздің ертегіңізді қайта жазып алуға болады. Сау болыңыздар.